Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Қазақ елі қалдарыңыз қалай? Денсаулықтарыңыз жақсы ма? Мынау Отто фон Бисмарк деген адам болған. Германияда 20 ғасырдың басында канцлер болған. Сол Отто фон Бисмарктың мына сөзі бар. Адамдарға екі нәрсе айтуға болмайды. Оны айтса дейді, олар құсады дейді. Они будут блевать дейді. Біріншісі дейді, колбасаның неден жасалатынын және де саясаттың неден тұратынын дейді. Егер де осы нәрсе неден тұратынын айтса, адамдар құсады дейді. Сол себепті кейбір нәрселер, саяси нәрселер бар қазіргі таңда. Адамдардың арасына дүрліктіріп, неше түрлі жасап, коронавирус тағы да басқа көп қой нәрселер. Бірақ мен таң қалатыным бар ғой. Коронавирус деп халық дәретхана мен асхананың арасында ғана өмір сүретінін көрсетіп қойды. Жаппай барахолка, базар деймі, тамағын бәрін закупать етіп, не болды деймді? Ашаршылық келе жатыр ма? Қазағыма не болды? Дүние қоңыздықпен айналысып, не болды соншама аш өліп бара жатырмыз ба? Соншама дүрліктіріп, әрине оның ішінде саясат көп қой. Бірақ сондай нәрсеге алданып, сондай нәрсеге иланып жүрген адамдарға таң қаламын да. Қашаннан бері біз дүние қоңыз болып кеткенбіз? Қашаннан бері біз тек қана мешкей болып кеткенбіз? Қашаннан бері біздің қазақтың араны ашылып кеткен? Соншама бір былай айтқанда тамақ жегіш, тек қана соны ғана ойлайтын болдық па біз? Субханалла, таң қалам. Біріншіден, екіншіден мынандай нәрсе. Қазақ елі, ағайындар, жарайды, тамағын аламыз, анамыны. Бірақ неге бағаны қымбаттатамыз? Мынау маскалар 50 теңге етті бір маска. Қазір 120-130 теңге болып кеткен. Бір маска. Неге қымбаттатамыз? Оптовый ценасы ондай емес. Жарайды, жетпей жатқан шығар, бірақ бағаны неге қымбаттатамыз? Мына бір мынандай жағдай болған. Қордай жақта ма еді, есімде жоқ. Сол жақта қар басып кеткен сол жерде. Қордай жақ па әлде? Сол трассада, Шымкенттің трассасында. Қар жапқан кезде екі жақтан қар борап, машиналар тоқтап қалған еді қыста. Сонда сол ауылдың маңындағы сол жолда бір-екі ауыл бар екен. Сол ауыл бір нанды сол жерде аш 2-3 күн қалып қойған халыққа көмек берудің орнына халық бір нанды, бір лепешканы 1000 теңге, 1500 теңгеден сатқан. Сол жерде тұрған, сол жерде қасірет шегіп жүрген, тоңып боранның үстінде тұрған адамдарға сол ауылдың адамдары лепешканы 1000 теңгеге сатты. Бұл не қылған сорақылық деймін. Тура қазір ешқандай айырмашылығы жоқ. Не деген надандық, не деген идиотизм былай айтқан кезде. Бұл қазақ ондай емес еді ғой. Не болып барамыз біз деймін да? Бір масканы содан бір тиын тебен тапқымыз кеп, бәленбай ақшаға соны сатамыз да. Керісінше халық біздің неміз қайда? Көмегіміз қайда? Басқа ұлтқа біз көмек береміз де сонда. Бірақ қазаққа деген кезде сонда көмек бере алмаймыз ба? Кезінде бүкіл Кавказды Қазақстанға айдап жіберген кезде біз соларға көмек бердік қой. Үйіміздің жартысын бөлдік, нанымызды бөлдік. Менің атам Байғабыл деген кісі. Солардың қаншама ағайындары бар, келген шешендерге мысалы көмегін көрсетті. Бірақ неге өзіміздің қазағымызға көмек көрсете алмаймыз осындай жағдайда, қиын қыстауда? Соны неге ойланбаймыз? Бізге не болды? Қазақ, не болды сіздерге? Не болды біздерге? Сол бағаға сатуға болмай ма? Тамақты да қымбаттатып жіберді деп естіп жатыр. Мына жерде жазып жатыр маған. Ардаға мынандай болып жатыр екен, мынау былай болып жатыр деп. Мен шын ба десем, шын дейді. Міне көріңізші деп көрсетіп жатыр да. Субханалла. Не болды бізге деймін да? Не болды? Не болып бара жатырмыз? Мен өткенде айтып едім, бір 20-30 жылда қазақ құрып кететін шығар деп. Шынымен сондай болып кететін сияқты бар ғой. Сөзім жоқ. Осындай қиын қыстауда керісінше демеу болмаймыз ба бір-бірімізге? Керісінше тоқтау айтпаймыз ба? Ал бопты ал коронавирус келді. Не болды ал? Бізге атипичная пневмония болған кезде келді ме? Келген жоқ. Свиной грипп келді ме? Келген жоқ. N1, H1 деген неше түрлі вирустар толып жатыр. Солардың бәрі біреу келді ме? Біреу өлді ме? Факттар мысалы. Мен білмеймін, мен журналистпін. Бірақ сондайды көрген жоқпын өз басым. Ауырған, одан кейін емделіп шыққан адамдарды мен журналист ретінде мен білмеймін. Ал коронавирус, ол тағы да басқа мәселе.
сол себепті неше түрлі өтірік нәрселерге, көп нәрселерге сене бермеңіздер. Халықты дүрліктіре бермеңіздер. Дүрліксеңіз, қорқсаңыз, өзіңіз қорқып жүре беріңіздер. Алладан ғана қорқу керек. Алла жазса бізге ауру келеді. Алла жазбаса не айтсын, кім не айтсын, ешқандай ауру бізге ешқашан келмейді. Біздің мұсылмандығымыз осы да. Атипичная пневмония, коронавирус, тағы да басқа нәрселер. Грипптен миллиондаған адам өліп жатыр. И что? Ешкім оны айтып жатқан жоқ. Ашаршылықтан қаншама адам өліп жатыр. Өз-өзін өлтірумен қаншама балалар аборттан өліп жатыр. Субханалла. Неге соны ойламайсыздар? Халқым оян. Халқым осындай қиын қыстау жағдайда керісінше бір-бірлеріңізге демеу беріңіздер. Сол масканы тегінде бере салуға болатын еді ғой. 120 теңгеден сатады, субханалла. Наннан қымбат болып кетті, мынандай ғана шүберек. Таң қаласың. Алла хидаят берсін қазақ елімізге. Ассаламу алейкум.